Ассалаумағалейкум алаш жұрты. Алматы қаласының Горький паркінде қыз-текелердің фестивалі өтеді деген хабар ғаламтор желісінде тарай бастады. Қажетті соманы жинай алмаса, онда арнайы түнгі клубта аталып өтеді. ЛГБТ қозғалысының белсендісі сауалнама қорытындысы бойынша қазақстандықтардың 82% гейлерді ұнатпайды. Әрбір 4-ші гей көшеде кездейсоқ жүргіншіден соққының астында қалған. Бізге сес көрсетеді, бізді қорқытады. Бұл фестиваль стереотиптерді құлату жолында жасалатын алғашқы қадам болады, деп мәлімдеді. Құрметті ағайын, гомосексуалистер телеарналардан жиі көрініп, және құқықтарын биік мінберлерден қорықпай жариялайтын хәлге жетті. Адамдық құндылықтарды таптаған малғұндар әбден басынды. Шын мәнінде бұл бір тактикалық шабуыл іспеттес. Крейг Остиннің «Гомосексуалистердің тактикасы» атты кітабында гомосексуалистердің тактикалық бағдарламасы, дәстүрлі отбасы және неке түсініктерін жою жоспары анағұрлым көп жылдарға бекітілгені жайлы айтылады. 1980 жылдары ЛГБТ қауымдастығының өкілдерімен бұл бағдарлама бір ауыздан мақұлданған. Аталмыш кітаптарда жазылғандай, гомосексуалистердің бұл тактикасы қарапайым 6 қадамнан құралады. Бірінші, гейлер мен гомосексуализм жайлы анағұрлым қатты дауыстап және жиі айту. Екінші, гейлерді агрессор қылып емес, керісінше агрессия құрбаны ретінде көрсету. Үшінші, гейлерді жақтаушыларға гейлерді қорғау үшін сендірерліктей себептерді қамтамасыз ету. Төртінші, гейлер жайлы өңкей жағымды имидж қалыптастыру. Бесінші, гейлерді жақтырмаушылар жайлы өңкей жағымсыз имидж қалыптастыру. Алтыншы, америкалық корпорациялардан қаржылық қолдау табу. Аталмыш тактикалық қадамдарға жүйелі көзқараспен қарайтын болсақ, соңғы жылдары елімізде де бұл жоспар орындалып жатыр. Соның салдарынан еліміздегі гомосексуалистердің саны бүгінгі таңда 240 мыңға жетті. Қысқасы, азғындық шарықтау шегіне жетті. Құрметті ағайын, бұл бей-жай қарайтын мәселе емес, керісінше дабыл қағып, ұлт болып ұйыса ұрпақтың тағдыры үшін күресетін өзекті мәселеге айналып отыр. Ұлт тізгінін ұстаған бүгінгі белсенділер жұмыла отырып, ашық түрде қарсылық білдіріп, бұл арандатушылықтарға қарсы күресуге міндеттіміз. Еліміздегі ЛГБТ қозғалысын жоюымыз керек. Олай болмаған жағдайда ол бізді жояды. Қоғам алдындағы мойнымызға жүктелген мұсылманшылық борышымыздың жауапкершілігін ұғынатын уақыт жетті. Қазақ даласындағы ЛГБТ қозғалысына үлесін қосып жүрген кинорежиссер, әнші, актер, медиа орталықтар, баспасөз, телеарна ұжымдарына қарсы ашық күрес жүргізу қажет. Сондай-ақ әзіл-сықақ театрларында өнер көрсететін ағаларымызға да үндеу жолдаймыз. Сіздерді бүкіл халық көреді, сахна деген тәрбие құралы. Жастар теледидардан көргеніне еліктегіш келеді. Біз сіздердің әйел кейпін сомдайтын қойылымдарыңызға түбегейлі қарсымыз. Соның салдарынан буыны қатпаған жастардың саналары уланады. Өйткені оңы мен солын танымайтын баланың санасында әйел кейпіндегі еркектің көлеңкесі қалып қояды. Біз өнерге емес, қоғамның бұзылуына қарсымыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам қылықтары еркекке ұқсайтын әйелге және әйелге ұқсайтын еркекке лағнет болсын деп айтқан. Сондай-ақ басқа хадисте Алла ерлерге ұқсап еліктейтін әйелдерге
әйелдерге ұқсап еліктейтін ерлерге лағнет айтты делінген. Сіздерден үлгі алған жас буынның күйі не болмақ? Сондықтан шариғаттағы үкімі ауыр күнәлі істі ел арасына таратуды тоқтатуларыңызды сұраймыз. Басқа бірақ лағнеттелген әйелдің кейпін сомдамаңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам менің үмметім үшін Лот қауымының ісінен артық қорқатын нәрсем жоқ деп айтқан. Қалтадағы көк қағаздың қалыңдығын ғана ойлап, арзан атақ пен қалтаның қамы үшін ұлттың руханиятын ластамауларыңызды сұраймыз. Барша өнер иелеріне құлақ қағыс. Ел жұрттың назарында болған соң, әрбір істеріңіз аңқау халыққа үлгі болмақ. Сондықтан қоғам алдындағы жауапкершілікті сезініп, шариғатқа қайшы істерден аулақ болыңыздар. Олай болмаған жағдайда ақыретте зиянға ұшырайсыздар. Себебі Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам кім бір жаман істі бастаса, сол өз күнәсінің және өзінен кейін сол істі істегендердің күнәларының ауыртпалығын көтереді. Ал бұл олардың күнәларының ауыртпалығын еш азайтпайды деп айтқан. Жаратушы Алла иләхи бір заңдылық ретінде ықылым заманнан бері шектен шыққан күнәһар халықтарға ес жиғызып, тәртіпке салу үшін көбіне осы дүниеде жаза беріп отырған. Әрине ақыреттегі есебі өз алдына. Шын мәнінде Лот қауымы ұшыраған азап өте қорқынышты әрі кейінгілерге сабақ боларлық. Лот пайғамбардың жіберілген Содом және Гоморра халқы Лот көлінің маңайында тұратын. Осы қалалар бір түнде көктен естілген үрейлі дауыспен жер бетінен тып-типыл жойылып кете барды. Құран кәрімде Лот пайғамбардың қауымы, олардың адам айтқысыз азғындық әрекеттері және сол үшін алған жазасы егжей-тегжейлі баяндалған. Асылында Алланың қаһарына ұшырап опат болған халықтардың кебін кигіміз келмейді. Сондықтан күнәлі іске қарсы күресуіміз керек. Өйткені Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам анығында адамдар бір тыйым істі көріп, оны тоқтатпаса, өзгертпесе, Алла оның жазасын жалпыға ортақ етеді деген. Басқа бір хадисте Лот қауымының күнәсін жасап жатқанды көрсеңдер, жасап жатқанды да, жасатып жатқанды да, екеуін де өлтіріңдер делінген. Себебі дәл осы малғұндардың кесірінен күллі қауым азап шегеді. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Алматыдағы гомосексуалистердің фестивалін болдырмау керек. Адамдық құндылықтарды таптаған малғұндар біздің наразылығымызды білсін, бізден қорықсын, үрейленсін, сескенсін, аяқ тартсын. Қаймағы бұзылмаған ұлтымызды азғыруларына жол бермеуіміз керек. Сондай-ақ қазақ даласындағы гомосексуализмнің дамуына үлесін қосып жүргендерге қарсы ашық күрес жүргізу керек. Ағылған сайтани ақпарат ағымынан ұрпақты шектемей жатып, аталмыш талаптарды құзырлы орындардан талап ету, Қораның есігін қасқырға ашып, тесікті қымтағанның қылығымен бірдей болмақ. Ең алдымен отағасы отбасын тыйсын, соңынан биліктен талап ету орынды. Осыған орай азғындыққа қарсы күресте белсенділік танытып, қазақ халқын ақпараттандыруларыңызды сұраймыз. Біздің күшіміз бірлікте. Алла елімізді тура жолынан адастырмасын.